Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып өнеркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Европадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа өту процесін сипаттаймыз. Мануфактура, фабрикалардың пайда болуы мен жалдамалы жұмысшы табының қалыптасу арасындағы байланысты анықтаймыз. Бағалау критерийлері Европадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа өту процесінің себебін түсіндіреді. Жалдамалы жұмысшы тап пен буржуазияның қалыптасу алғышарттарын анықтайды. Өнеркәсіп төңкерісінің мәні. Балалар, 18 ғасырдың аяғында Европаның бірқатар елдерінің өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңінен өндірістің фабрикалық жүйесіне көшуі басталды. Бұл кезең өнеркәсіп төңкерісі деп аталды. Өнеркәсіп төңкерісінің техникалық және әлеуметтік жақтары болды. Техникалық жағы ол ғылыми техникалық революцияның жетістіктерін қолдануды білдірді. Әлеуметтік жағы ол өнеркәсіпте буржуазиялық қатынастардың нығаюын көрсетті. 18 ғасырдың аяғында Европаның бірқатар елдерінің өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңнің өндірістің фабрикалық жүйесіне көшуі басталды. Бұл кезең өнеркәсіп төңкерісі деп аталды. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісіндегі машинелерді ойлап табумен басталды. Иірілген жіпке деген сұраныс жіп тоқудағы бірқатар өнертабыстарға қосымша демеу болды. 1733 жылдың өзінде тоқымашы әрі механик Джон Кей шұғаны өңдеуге арналған ұшқыр шөлмекті ойлап тапты. 1738 жылы Аркрайт адамның қатысуынсыз жіп иіретін машина жасады. 1765 жылы Джеймс Харгривс Дженни механикалық жіп иіру машинасын ойлап тапты. Ол машинасының шығуы аңыздарға сенсек қызықты кездейсоқтық болды. Бірде Харгривстің қызы Дженни жіп иіріп отырып ұршығын түсіріп алады. Жерде айналып жатқан ұршық біраз уақыт бойы жіпті өздігімен айналып жіп иіріп жатқанын көреді. Бұл өнертапқышқа және машина жасауына идея береді. Сол себепті жіп иіру машинасын қызының есімімен Дженни деп атайды. Оның көмегімен бір жұмыскер 18-20 ұршықты қозғалысқа келтірді. 1767 жылы ағаш шебері Хейс су дөңгелегін қозғалысқа келтіретін және жоғары өнімділігімен ерекшеленген жіп иіру машинасын жасап шығарды. 1711 жылы Аркрайт алғашқы жіп иіру фабрикасын ашты. Мұнда машинелер су дөңгелегінің күшімен жұмыс жасайды. 1779 жылы Кромптон жіп иіру машинасын ойлап тапты. Өнеркәсіптің басқа салаларында да айтарлықтай өзгерістер болды. Никоменнің бу қозғалтқышының диаграммасын жасаса, Томас Севери мен Джеймс Уатт бу машинасын ойлап тауып, оны жетілдірді. Өнеркәсіп орындарының өзендер қуатынан тәуелділігі жойылды. Бұл фабрикалардың кеңінен ашылуына әкелді. Бұл машинасын жұмыс істеу үшін көмір қажет болды. Уатт Джеймс ағылшын өнертапқышы, бұл машинасын алғаш жасаушы, Лондон корольдік қоғамының мүшесі. 1757 жылы Глазгоудағы университетте механик болып жұмыс істеді. Онда ол папен қазанның пайдаланып қаныққан бу температурасының қысымға тәуелділігін зерттеді. 1763-1764 жылы Никоменнің бу машинасының моделін кемелдендіре отырып, бу шығынын конденсаторы цилиндрден оқшаулау арқылы азайтуға болатындығын дәлелдеді. Осы идеяны басшылыққа ала отырып, 1768 жылы ең алғашқы бу машинасын құрастырды. Бұл бу машинасы Никоменнің машиналарына қарағанда едәуір тиімді болды. Уатт қозғалтқыштың жұмысын қамтамасыз ету үшін центрден тепкіш реттеуішті, ал беріліс механизмі үшін балансирді пайдаланды. 1782 жылы ұлғайтылған бу қозғалтқышына патент алды. Уатт қуаттың алғашқы бірлігі ат күшін енгізді. Кейіннен қуаттың басқа бірлігі ватт Уаттың есімімен аталды. Уаттың бу машинасы кеңінен таралды және машина өнеркәсібінде орасан зор рөл атқарды. 1784 жылдан кейін Уатт негізінен өз зауыттарында бу машиналарын кемелдендіру мәселелерімен айналысты. Балалар, машинелерді қолдану еңбекақының төмендеуіне әкеліп соқты. Көптеген жұмыскерлер жұмыстарынан айырылды. Еңбек жағдайы ауыр болды. Жұмыс күні 14-18 сағатқа созылды. Мұның барлығы жұмысшылар арасына наразылық туғызды. Жұмысшылардың наразылығы машинелерге қарсы бүлікке алып келді. Жұмыскерлер фабрикаларға лап қойып, машинелерді талқандады. Фабрика ғимараттарын өртеді. Бұларды жіп иіру станогын алғаш талқандаған жасөспірім Недда Луданың
атымен лудашылар деп аталды. Лудашылардың әрекеттері кәсіпкерлерге орасан залал әкелгендіктен парламент бүлікшілерге өлім жазасы туралы заң қабылдады. Бірақ лудашылардың әрекеті өнеркәсіптік бетбұрыстың сәтті қадамын тоқтата алмады. Балалар, өнеркәсіп төңкерісі жаңа буржуазиялық қоғамның экономикалық іргесін қалап берді. Ағылшын өнер табыстары басқа да елдерге жылдам енді. Қоғамда екі негізгі тап буржуазия мен өнеркәсіп пролетариаты қалыптасты. 18 ғасырда Англияның өнеркәсіптік төңкерісі капитализмнің мануфактуралық кезеңінің машинелік техникаға сүйенген капиталистік өндірістің фабрикалық кезеңіне көшті. Индустриалды қоғамның қалыптасуы басталды. Балалар, енді төменде берілген тапсырмаларды суреттерге қарап орындаңыздар. Неліктен мануфактурадан фабрикаға көшу қажет болды? Фабрика қоғамға қандай өзгерістер әкелді? Жаңа тап қалай қалыптасты? Капиталистік шаруашылық қоғамға қандай өзгерістер әкелді? Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін келесі тестік тапсырманы орындаңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.